Ертеде, Майнкрафт әлемінің тыныш ауылдарының бірінде Эхо есімді қаһарман өмір сүрген. Эхо ерекше қабілетке ие болатын, ол барлық дыбыстарды ести алатын, тіпті алыстағы дыбыстарды да. Бұл қабілеті оны ауылдың қорғаушысы ретінде танымал етті, себебі ол қауіп-қатерді алдын ала сезініп, тұрғындарды дер кезінде құтқара алатын. Бір күні Эхо өзінің үйінде демалып жатқанда өте әлсіз, бірақ қорқынышты дыбыс естіді. Бұл дыбыс алыстағы таулардың арғы жағынан келгендей болды, және Эхо мұның жай ғана желдің дыбысы емес екенін сезді. Ол бірден орнынан тұрып, ауылдың басшысын іздеп барды. Ауыл басшысы: мен алыс таулардың арғы жағынан әлсіз, бірақ қауіпті дыбысты естідім. Бізге қауіптілік төніп тұрған сияқты, деді Эхо. Ауыл басшысы оған сеніп, тұрғындарға ескерту беруді тапсырды. Эхо ауылдың барлығын жиналатын алаңға шақырды да, оларға қауіптің жақындап келе жатқанын түсіндірді. Бізге не істейміз? Деп сұрады бір ауыл тұрғыны. Мен қауіптің қайдан келгенін анықтау үшін жолға шығамын. Ал сендер ауылды қорғау шараларын жасаңыздар, деп жауап берді Эхо. Эхо өзінің сенімді қанатты досы Желқұйын есімді бүркітпен бірге жолға шықты. Олар ұзақ жол жүріп, таулардың арғы жағына жеткенде үлкен топырақ астындағы құбыжықтардың ұясына тап болды. Бұл құбыжықтар жер астынан шығып, айналасындағы барлық тіршілікті жоюға дайындалып жатқан болатын. Эхо дереу ауылға қайтып оралды да, тұрғындарға құбыжықтардың қауіптілігін түсіндірді. Ол оларға арнайы қорғаныс құралдарын жасауға нұсқау берді. Тұрғындар бірігіп, тас қақпалар, темірден жасалған қақпандар және жанған факелдерден қорғаныс жасады. Түнде құбыжықтар ауылға жақындай бастағанда, Эхо олардың әрбір қозғалысын естіп, тұрғындарды дер кезінде ескертіп отырды. Құбыжықтар қорғанысқа тап болғанда, оларды жеңу оңайға соқпады. Бірақ Эхоның нұсқаулары бойынша жасалған қорғаныс құралдары өте тиімді болды. Келесі күні таң атысымен құбыжықтардың барлығы жеңіліп, ауыл тұрғындары аман қалды. Эхоның ерекше қабілеті мен ауыл тұрғындарының бірлігі арқасында Майнкрафт әлеміндегі бұл ауылды тағы да қауіп-қатерден аман алып қалды. Эхоның батылдығы мен ептілігі үшін ауыл тұрғындары оған үлкен алғыс білдіріп, оны ауылдың мәңгілік қорғаушысы деп жариялады. Ал Эхо болса, өзінің қабілетін әрдайым жақсарта түсіп, Майнкрафт әлеміндегі барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін дайын болып қалды.